Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен корейский пигоди деген тағамның рецептісін бөлісемін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Іші бәрі толықтай піседі. Соуспен жесеңіздер тіптен керемет болады. Достар, видеоны толықтай аяғына дейін қарауға кеңес етемін. Барлық рецепт бойынша істеңіздер. Және де менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться, лайк басып қойыңыздар. Бұл тағамға керек ингредиенттің барлығын описанияға жазып қоямын, сол жерден көре аласыздар. Ең алдымен бізге жылы су, қант, тұз салып аламыз. Кейін ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз да бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Ашытқымыз көтерілуі қажет. Міне достар, ашытқымыз жақсы көтерілген, яғни ашытқының сапасы жақсы деген сөз. Сұйық майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін ұнды бірнеше бөлікке бөліп, елегіштен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Міне жұмсақ қамыр дайын болды. Қамыр қолға жабыспауы қажет. Дайын болған қамырды ыдысымызға қайтадан саламыз. Қамыр жабыспау үшін аздап май құйып алсаңыздар болады. Полиэтилен пакетінің бетін жауып, жылы жерге қалдырып, 1 сағат көлемінде қамырымыз көтерілуі керек. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязды дәл видеодағыдай соломка қылып тураймыз. Орам жапырақты да дәл видеодағыдай соломка қылып тураймыз. Орташа отта қызып тұрған табамызға сұйық май құямыз. Кейін пияз бен орам жапырақты салып, 10-15 минут көлемінде қуырып аламыз. Дайын болған массаны тартылған еттің үстіне саламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер саламыз. Мен ол жерге тұз, қарабұрыш және кориандр салдым. Барлығын жақсылап бірдей масса болғанға дейін араластырып аламыз.
Міне қамырымыз да дайын болды. Енді қамырымызды дәл видеодағыдай 3 бөлікке бөліп, кейін тағы да ұсақ бөлшектерге бөліп домалатып аламыз. Қамырымыз өте нәзік және үлпілдеп шығады. Міне бәрін біркелкі қылып кесіп, дәл видеодағыдай дөңгелетіп аламыз. Міне қамырларымыз дайын болды. Енді орамалмен, яғни сүлгімен бетін жауып қоямыз. Енді кезекте мантаварканың, яғни табасын жақсылап майлап аламыз. Астында үстінде майлауға кеңес етемін, себебі жаңағы пигодимыз жақсы көтеріледі, ыдысымызға жабысып қалмау үшін. Қамырымыз сүлгінің астында 10 минут көлемінде тұрды. Енді бір-бірден алып, дөңгелетіп жаямыз да, ішіне салмасын саламыз. Салмасын молынан сала берсеңіздер болады. Кейін дәл видеодағыдай өріп алсаңыздар болады. Немесе өзіңіздің қолданып жүрген әдісіңіз болса, тіптен керемет. Пигодидің қасына және де морковный салат ұсынсаңыздар, тіптен керемет болып шығады. Барлығын жақсылап мантаваркаға тізіп салып аламыз. Кейін 40 минут көлемінде пісіреміз. Міне, пигодиміз дайын болды. Тұтына берсеңіздер болады. Және соя соустан қалаған соусыңызды жасап, екеуін бірге жесеңіздер тіптен керемет болады. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын. Достарым, міндетті түрде жасап көріңіздер.